Жылдызшылар адам қай жылы туылса, мінез-құлқы сол жылдың егесі саналатын жануардікіне ұқсас келеді дейді. Оның қаншалықты шындыққа жанасатынын бүгін қарап көрейік. Тышқан жылы әділ, кең пейілді, жомарт жүректі және өзін-өзі басқара біледі. Әркіммен тіл табыса білетін қасиетінің арқасында таныстары жетерлік, бірақ нағыз досқа мұқтаж. Ақыл-ой жағынан алып бара жатқан ерекшелігі болмағанымен, алға қойған мақсатына жетпей тынбайтынына көпшілік тәнті. Олардан жақсы саудагер, жазушы, сыншы және публицист шығуы мүмкін. Сиыр жылы алған бетінен қайтпайтын қыңыр, бірақ өз-өзіне өте сенімді. Бейнеткеш, үнемі көш басынан көрінгісі келеді. Сырттай қараған адамға сабырлы болып көрінуі мүмкін, бірақ ашуланғанда жан-жағын жайпап жіберуден тайынбайды. Ондай кезде өз-өзіне есеп те бере алмайды. Мүмкіндігі келсе, сиыр белгісіндегілерді себепсіз мазаламай-ақ қойған дұрыс. Барыс жылы мейірімділігінде шек жоқ. Құдайдан басқа ешкімнен қорықпайтындардың қатарынан. Тереңнен ойлай біледі, сезімтал және көңіл күйдің адамы. Оған сену қауіпті, бірақ барыс жылғылардың өзі ешкімге сенбейді. Жасы үлкендермен және өзінен бір саты төмен адамдармен жиі кикілжіңге келіп қала береді. Қоян жылы жақсы сөйлей біледі, талантты, ұстамды, тыныш, талғамы биік. Айналасындағыларға үнемі өз-өзін көрсеткісі кеп тұрады. Шешім қабылдауға келгенде асығып аптықпайды. Қоян жылы туылғандар көбіне бизнесмен, заңгер, дипломат мамандықтарының шебері. Актерлік шеберлігі де бір төбе. Содан да олардан театр мен кино саласының майталманы шығуы мүмкін. Ұлу жылы өзгелерден өмірлік күш-қуатымен, денсаулығының мықтылығымен ерекшеленеді. Бірақ бір беткей, кез келген нәрсені бірден көңіліне алып қалады. Қызба мінезді, қоғамдағы ықпалы күшті болғандықтан да оны көбі сыйлайды. Әдетте, ұлу жылғылар карьералық табалдырықтың биігіне ұмтылғыш және көздегеніне жетпей қоймайды. Екіжүзділік оларға тән емес. Бетің бар, жүзің бар демей, ойындағын айта салады. Жылан жылы өзінің тәжірибесіне, ақылына ғана сүйеніп, көзімен көргеніне ғана сенетін адамдар, ал өзгенің қатесінен сабақ ала біледі. Адам тани алады. Жолы болғыштығы сондай, қанша керек сонша ақша табуға қауқары жетеді. Бір жаманы құмар ойындардың қызығына түсіп, барынан жиі айырылып қалып жатады. Жаратылысынан адам баласына сенбейді. Өзінің эмоциясын жасырып, үнемі тек күліп жүреді. Жылқы жылы бойында күш-қуаты тасып тұрған олар қай кезде де көңілді. Адамдарды тез баурап алатын қасиеті бар. Сол себептен де жан-жағына шуақ сыйлап жүреді. Ақшаға өте ықтиятты. Махаббаттың жолында еш аянып қалмайды. Тез ашуланып, тез басылады. Ешкімге тәуелді болғысы жоқ. Біреудің ақылына мұқтаж емес. Тек өзінің ғана түйсігіне сенеді. Қой жылы шынайы, жайдары мінезді, өте талантты. Оның үстіне тұйық әрі кері тартпалығы тағы бар. Жоғары талғам иесі, өнердің әр түріне икемді. Өзінің материалдық байлығы асып тасып жатса да, жоқ жітіктерді жарылқап, жақсы сөзбен болса да, жанына демеу болуға тырысады. Өмірі қандай болса, солай қабылдайды. Мешін жылы бүгін бір нәрсе айтса, ертең-ақ ол ойынан айнып шыға келеді. Оларға сену қиын, бірақ ақылдылығы жағынан асып түседі. Жолы болғыш, жоқтан барды құрастырып шығаруға бейім. Өз еркі өзінде болып үйренген. Қызба мінезді. Кез келген мәселеден сытылып кете салады. Бірақ мешін жылғыларды ыңғайға бұрып, айтқанға көндіру оп-оңай. Жолында еш кедергі жоқ болса, биіктерден көрінуге барын салады. Тауық жылы аузын ашса, арғы жағынан жүрегі көрініп тұратын ақкөңіл адамдар. Еңбек сүйгіш, батыл. Ананы да мынаны да білгісі кеп жүргені. Жұрттың назарында болғанды, өзін мақтағанды жақсы көреді. Ешкімге сенбейді, тек өз дегенімен жүреді. Тапқан таянғанын бейберекет жұмсап, ақыр соңында ақшасынан қайда кеткенін білмей қалады.
Ит жылы, әділдікті жаны сүйеді, өзінің құқығы үшін күресуге бар күшін сарп етеді. Оны материалдық байлық қызықтыра бермейді. Қатты қажет болып бара жатса, жерден қазса да қаражат табады. Басқаларға мін тағып, сын айтуға бейім. Жасына жас қосыла келе, ол мінезі біртіндеп басылады. Бұл жылы дүниеге келгендердің арасында мұғалімдер мен бизнесмендер көптеп кездеседі. Доңыз жылы, оларға әркез арқа сүйеуге болады. Жақсы серіктес, үлкен ақыл иесі, білім алуға талпынысы жоғары болғанмен, ұяң мінезінің кесірінен көп нәрседен құр қалуы мүмкін. Аз сөйлеп, кез келген мәселені ақылмен шешіп үйренген. Ұрыс керіс дегенді ұнатпайды. Достары саусақпен санарлықтай, бірақ олар өмір бойы шынайы дос болып қалады. Жан-жағының шашылып жатқаны оған таңсық емес. Доңыз жылғылардың денсаулығына бұдан зиян келуі мүмкін. Видеоны соңына дейін көріп тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызбен комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басыңыздар.